Сәлеметсіздер ме балалар? Төрт түлік туралы не білесіңдер? Табиғатта еркін жүрген аңдарды жануарлар дейтінін білетін боларсың. Адам ертеде сол жануарлардың етін жеп, сүтін ішіп, және басқа да қажетіне жарату үшін қолға үйреткен. Қолға үйір болған жануарларды мал деп атаған. Малдың төрт түрі: түйе, сиыр, жылқы және қой-ешкі төрт түлік деп аталған. Қолға үйретілген басқа жануарлар: ит, есек, қоян, мысық, үйрек, қаз, тауық, үй хайуанаттары деп аталған. Халық оларды қажетіне жаратса да түлік демеген. Түйе түлік төресі, жылқы түлік патшасы. Малды бақсан сиыр бақ, сүт кетпейді шарадан. Мал өсірсең қой өсір, өнімі оның мол көсір. Назарларыңызға рахмет.